Қайырлы кеш, қайырлы түн, дәулетті оқырмандарым. Рамазан айы қабыл болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Так. Жинала беріңіздер. Бүгін бағын айтқанымдай сағат 10:30-да бизнеске бағыт тікелей эфир өтеді. Оған маған көмектесетін адам керек. Сәлем, қайдасыз үйдемін. Сәлем. Бүгінгі тікелей эфирде біз мемлекеттен бизнес бастауға арналған гранттар, қайтымсыз грант, оның ішінде қаншама оқырманы мені оқып жүріп 580 мың, осы уақытқа дейін 505 мың алған, кәсіп бастаған, пиццерия бастаған оқырмандарым жетеді. Сол сияқты сондай жандар өзінің кәсібін ары қарай өркендетсе 2 миллион 5 миллион алуға мүмкіндіктері бар. Так, маған Назым запрос жіберу керек ол үшін. Мемлекеттік бағдарламалардың барлығын айтып жүрген Назым Алиева бар. Мен сіздердің хаттарыңызды 583 мың мен алдым дейді. Молодец, міне асыл менің оқырманым. Прикрепить комментарий. Кімдер ала алатыны, не істеу керек? Атамекен ко деген сайт бар. Сол жаққа өтінім берсеңіздер болады. Өтінім бергендердің арасында ары қарай оқырман не басталады? Онлайн оқу басталады. Бұрын барып оқитынсыздар, қазір барлығы онлайн оқу болып кетті. Мен бағана инстаграмыма былай пост салдым, естеріңізде болса қазір айтайын. Кәсіп бастайын десем деп өзім инстаграмға қойдым. Сөйттікте кәсіп бастайын десем не кедергі деген сауал тастаған едім. Ақша жоқ дейді, біреу ақша аз дейді, көбі ақшаны айтады екен. Идея көп, кәсіп бастағын келеді, ақша жоқ дейді. Кәсіп бастайық десек ақша керек, білімім жоқ дейді. Сол себепті бойымда қорқыныш бар дейді міне бір оқырманым. Кемі миллион, көбі миллиондар. Түсінбедім, кемі миллион керек деген шығар, бастайық, оған уақытым жоқ дейді. Ақша жоқ, зарплата аз, қаражат қой. Міне осыны ақша жоқ деген адамдарға өкіметтің қайтымсыз гранттары мүмкіндік бар беретін. Пожалуйста, оқыңыздар. Адам негізі кінәні өзінен бастау керек. Мәжел Райымбек Салтанат есімді мен оқырманым жазған. Өзім кінәлімін, батылдық жетпейді. Еріншектік жабысып алған маған. Басқа кедергі көріп тұрған жоқпын дейді. Негізі көп жағдайда өзімізде де ақшадан бұрын өзімізде табандылық жетпей жатады. Инвестиция керек, бұйырғанын салдым дейді. Енді кейбір адамдар бар, инвестиция дейді, қайдағы бір жоқ компанияға, қайдағы бір пирамидаға салады, қайдағы жоқ жаңағы не дәлгі басы бар, инвестор деп, мен инвестормын дейді, өзінің ақшасын барлығын ойбай 40% бен 50% дамиды, өсірем, керемет, көбейем деп сөйтіп жүретін адамдар бар. Олар ешқайсысы өзін-өз алдап жүргендер. Халықтың салған ақшасына, бірін салған ақшасына бонус алып, кәдімгі тура қаржылық пирамиданың жетегінде жүрген адамдар жетерлік. Сондықтан барынша қаржылық сауатты болыңыздар. Мен нем айтатыным, кемпір беріп қыз ала алмайсыздар. Барлық ақшаның барлығы ол адамның білімімен, еңбегімен, табандылығымен келеді. Ал енді құр отырып алып, Назым, саламатсыз ба? Қайырлы кеш, қайырлы түн. Саламатсыз ба? Қайырлы түн. Қалыңыз қалай? Қалайсыз, амансыз ба? Жақсы. Осы бизнес бастау, бизнес не дәлгін аты,
қайтымсыз грант десе почему-то бірінші кезекте Назым елестейді, сосын Самал ата елді елестейді, сосын мынау бизнес бастауда жүрген атамекенде жұмыс істейтін бізде Бейсен деген мырза бар. Бізде баспанаға бағыт бағдарламасына үнемі келіп, осындай бағыт бағдарларында беріп отыратын оқырмандарымыздың, енді көрермендерге, оқырмандарға бағыт бағдарын беріп отырады. Назым, енді сізді көп адам таниды, жалпы менің оқырмандарымнан. Сонда да жаңадан оқырмандар келіп жатыр, соларға өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Рахмет, қайырлы кеш, барлықтарыңызға қайырлы түн. Иә, біраздан бері сіздің парақшаңызға шықпадық, өйткені біраз осы гранттың басталуын күтіп жаттық, иә. Қай кезде басталады, қашан басталады. Жыл сайын негізі осы шарттар бойынша бір өзгерістер енгізіліп жатады. Жалпы 583.400 теңге болды. Негізі бұл еңбек бағдарламасы аясында өтетін жаңағы қайтарымсыз гранттар, еңбек бағдарламасының соңғы жылы биыл. Сондықтан мен сіздің оқырмандарыңызбен осы гранттар бойынша ақпаратпен бөлісейін деп шештік. Одан бөлек енді біз сіздің оқырмандарыңызбен 500 мыңдық грант алып тастадық, 5 миллионды алып тастадық. Енді біз 150 миллион қайтарымсыз грантқа кеттік. Өткенде көрдім, мен сізді Атакентте көрген кезде Назым бір оқырманның кәсіп бастаған, иә, мынандай букет тәттілер, иә, сол тәттілермен жаңағындай не бастап, кәсіп бастаған. Ол қанша миллионның грантын ұтты ол кісі? 583 пәлде 2 миллион ба? Жоқ, ол кісі өте тиімді 3,5 миллион несие алды, переплатасы 280 мың теңге ғана. 3,5 миллион алып, переплата 280 мың. Ал кейбір адамдар бар, 3,5 миллион алады, Каспий банкке переплата 3,5 қылдып, бірге бір қосып қайтаратындар бар. Сонымен бағыт бағдар қандай, не істеу керек, неден бастаймыз? Жалпы мен қазір бірінші енді қандай да болса кәсіпті жаңа сізде жазыпсыз сауалнама, кәсіп бастайын десем, осы қаражат жетіспейді деп айтып жатады ғой. Көп адам ақша жетпейді деп жазып жатыр. Жоқ, бүгінгі таңда өзіңіздің енді потребительский кредит деп жатамыз ғой, өзіңізге қатысты несие алғанша осы кәсіпке алған несие өте қолжетімді болып қалды бүгінгі таңда. Және кәсіп бастайым деген адамға толықтай 100% қаражат көзі қарастырылып қойған. Жалпы сіздің оқырмандарыңызбен өте көптеген нәтиже көрсеттік. Мысалы, ол гүлді жаңағы сіз көрген гүл бойынша жоба ол кісі енді қатысып жатыр. Өйткені ол кісі бірінші несие кеш естіп қалды былтырлары. Жалпы ойыншық шығару, сосын қазір сексеуілді қолдануға рұқсат бермей, қазір древесный уголь деген нәрсені қолданамыз ғой. Сондай жобаға ұттық сіздің оқырманыңызбен. Гисар қойына ұттық қайтарымсыз 5 миллионды. Сосын мынандай кеше ғана Ақтөбеге барып келген едік, сол жерде ұтқан міне мынандай закупкалар шығарады қазір сіздің оқырманыңыз. Қазір мен есік ашып салайыншы. Айта беріңіз. Осындай жаңағыдай тігін орталығына да қайтарымсыз грант ұттық. Одан бөлек химчистка ашуға ұттық, оқу орталығына ұттық, сосын макарон өндірісіне ұттық. Жалпы осындай көптеген экодорба өндірісіне ұттық. Одан Назерке бізде IT бағытында ұтты. Осындай бірнеше жаңағыдай көптеген бағыттар бойынша негізі 20 жылы толықтай нәтиже көрсеттік. 20 жылы негізі осы қайтарымсыз грант айтқан кезде осы айтты қандай нәтиже болады екен деп қарап отырды ғой. Сондай кісілерге толықтай нәтижені шығарып, менің парақшама салып қойған едік. Біз тек қана ол ақпаратты айтып қоймаймыз, нәтижеге жеткенше бірге жұмыс жасаймыз. Енді қазіргі таңда қандай гранттар қайтарымсыз, жалпы кәсіп бастай маған қаражат керек дегендер, бірінші қалай болса да қайтарымсыз гранттан бастаңыздар деп жатамын. Қайтарымсыз грантты көріңіздер, бұл конкурс әрине, бірі жеңеді, бірі жеңіледі, бірақ қайта қатысу мүмкіншіліктері бар. Сондықтан, егерде конкурстан жеңе алмай жатсаңыз, сол жобамен жеңілдетілген несие түрінің барлығы қарастырып қойған. Дәл бүгінгі таңда екі түрлі грант жүріп жатыр, бәріміз білеміз, еңбек бағдарламасы бойынша бұл қайтарымсыз грант 583.400 теңге болды биыл, 500 мыңдық грант. Бұл жобаға кімдер қатыса алады? Бүгінгі таңда жұмыспен қамту орталығына жұмыссыздар және ИП-сы бір жылдан аспағандар. Яғни жұмысыңыз бола тұра, ИП-іңіз бір жылға толмаса, мен оған жарайым деп ойламаңыздар, жұмыссыз болу керек. Яғни сізде пенсионный отчисление болмау керек.
Осындай жұмыссыздар және епіңіз мүлдем болмаса да қатыса беруге болады. Бүгінгі таңда сіздің өңіріңіз бойынша жұмыспен қамту орталығына барасыз, бастау бизнес жобасына жолдама сұрайсыз. Сол жолдамамен 19 міне дүйсенбі күннен бастап Атамекен ко сайтына тіркелеміз онлайн түрде. Ешқандай денсаулығыңызбен жаңағыдай денсаулығыңызға зиян келмейтіндей үйде отырып курсыңызды өтесіз. Өте жақсы сабақтар қарастырылған, тегін сабақтар. Тегін өтесіз. Сертификат ешқандай ақылы емес. Әрине, жұмыспен қамту орталығы арқылы, енді бұл жерде де біздің кішкене жан айқайымыз бар. Жұмыспен қамту орталықтары кішкене қинап, жолдама бермей жатқандары бар. Ондай бар, шектеу. Орын жоқ деп жатыр. Енді ол жағынан бізде өзіміздің тарапымыздан толықтай жұмыс жасап, барлық әкімшіліктерге ресми түрде хат жазып жатырмыз. Бұндай шектеу болмау керек. Жұмыссыздар барлығы жолдама алу керек, мүмкіншіліктерін қолдану керек. Одан бөлек 5 миллионға да арнайы курстары болу керек, сол курстарды бастамай жатыр. Сол бойынша ресми түрде толықтай хат жазып, біз өзіміздің тарапымыздан жұмыс жүргізіп жатырмыз. Кеше ғана Ақтөбе қаласының бірнеше депутаттармен кездесіп, осы проблемамыздың барлығын айтып, көтеріп, ол кісілерден бір әрекет болады деген уәделерін алып қайтып келдік. Неге именно Ақтөбе? Өйткені дәл осы Ақтөбенің Атамекен басшылары былтыр мен 20 жыл осы жұмысты бастағанда сіздің оқырманыңыз екен, Даржанова Анар Нұрлыбек қызы. Қазір мәслихат хатшысы ол кісі. Сізді аузынан тастамай айтады екен. Ақтөбе қаласында қаншама депутат, қаншама министр, вице-министр, көмекшілер оқиды, Аллаға шүкір. Бірақ кейбіреу тығылып оқиды, әкімдер тығылып оқиды менің парақшамды. Ондай тығылып оқитындар көбейе берсін тек қана. Сол кісі өте сіздің жаңа оқырманыңыз екен, аузынан тастамай айтады екен сізді. Сол кісі бізді арнайы шақыртумен Ақтөбеге шақырды, жаңа кездесу ұйымдастырды, ерекше балалары бар, көп балалы бар аналарға барлық ақпаратты бердік. Сол кісілермен біз қол алысып қайттық. Осы проблеманы шешуге бізге қол ұштарын созады деген уәдені айтып алып қайттық. Бір осы жақында жақсы хабарымызбен бөлісеміз деген ойдамын. Менің парақшамда толықтай тегін ақпарат өте көп осы бағытта. Қалай шешім болады, мен бөлісетін болам. Яғни сіз жұмыспен қамту орталығына барасыз, жолдамаңызды аласыз, онлайн түрде оқисыз курсыңызды, курстар тегін, кәсіпке жақсы сабақта жазып қойған. Ол жерде салықты қалай төлеймін, ИП-ні қалай ашам, қандай маркетинговый жаңағы сатылымға қандай жұмыс жасайын дегеннің негізі кәсіпкерлікке қатысты өте жақсы сабақта жазылып қойған. Соны оқисыз, 70% тесттарды жақсы жауап берсеңіз, оқуды аяқтады деген сертификатыңыз сіздің кабинетіңізге келеді. Сол кабинетіңізге келген, бірақ бұл жерде 3 түрлі сертификат бар. Егер толықтай тестті, мысалы, жауап бере алмай қалсаңыз, қайта 2 рет сізге жаңағы 2 рет мүмкіндік береді. Сол мүмкіндік қолданып, толықтай егер 70% тесттарыңызды жақсылап тапсырсаңыздар, оқуды аяқтады деген сертификатыңызды, сол жерде сол сабақта жоспарды құру сабағы да жүргізіледі. Жоспарларыңызды құрасыздар, сертификаттарыңыз онлайн түрде кабинетке келеді, соны шығарып алып, жұмыспен қамту орталығына барып жобаңызды қорғап шықсаңыз, сол грантыңызға оңай ие боласыздар. Бірақ бұл жерде көбісінің қателігін айта кетейінші. Осы жерде мен 583 мыңға тапсырып жатырмын, бермей жатыр дегендер мынандай қателікті көп жүргізіп жатады. Негізі 583 мың грантты қандай мақсатқа қолдануға болады? Соны дұрыс түсініп алыңыздар. Құрал жабдыққа қолдануға болады, шикізат қолданамайсыз, алып сатуға бермейді. Құрал жабдыққа мал басын ала аласыздар, құс алуға болады, мал алуға болады. Сосын алатын кеңсеңіздің жалдамасын алу мүмкіншілігін қосып қойған. Яғни сіз аренда төлеймін десеңіз, мен осындай кішігірім жерде аренда төлеймін, осы жерде мен тігемін, пісіремін, жасаймын деген мақсаттарға қолдана алу мүмкіншілігі берілген. Соны дұрыс қолдана алып жасасаңыздар. Сосын ол жерде бір ғана кішкентай нюанс бар, соны түсінбей қалып жатады. Негізі жоспарды құрған кезде үйретеді сол сабақта, бірақ көбісі мән бермей жатады. Сол курсты өткен кезде бизнес жоспар жазасыз. Сол жерде барынша сіздің дайындық деңгейіңіз күшті болу керек. Ол қалай? Мысалы, сіз қайдан құрал жабдық аласыз? Қай жерден сатып аласыз? Сол сатып алатын жердің жаңағы электронды адресі болса, немесе коммерческое предложениесі дейді, коммерциялық ұсынысын, қайдан аласыз, қанша аласыз, нақты көрсету керек. Сосын бұл жерде ең бастысы сол шығаратын өніміңізді алуға ниетті деген
жаңағы келісім шарттарды немесе сол аламын деген кісілердің телефондарын көрсете кету керек, өйткені сізден тексереді. Мысалы, сіз кішігірім кондитерлік торттар ғана пісіресіз, сол тортты мен сатып алуға мына дүкен дайын. Сол дүкеншімен барып келісіп, соның телефонын, жаңа дүкеннің атын жазып қою керек. Ең көбінде осындай жаңағыдай қателік болып жатады. Ал былтыр егер оқып алған болсаңыздар, оқып алып, егер қаражат жетпей қалған жағдайда, сол жетпей қалған қаражат жаңа жетпей қалды, бірақ жобалар тапсырдық деп жатады. Ондай жағдайда бүгінгі таңда сіздер қаражат бар жоғын біліп, жобаларыңызды тапсырып ала бересіздер. Әзір уже алып бастады былтыр оқып алғандар. Енді бұл жерде ары қарай 583 мың теңгені алып алдыңыздар, енді қайтарымсыз 5 миллион грантқа бару мүмкіншіліктеріңіз бар. Қолыңызда жолда жаңағы сертификатыңыз бар, болды, ары қарай сіз 5 миллион грантқа бара аласыздар. Бұл жерде 5 миллион грантқа қатысты. Шымкент қаласында басталып кетті құжаттар қабылдау. Дүйсенбі күні соңғы күн. Дүйсенбі күні құжаттар қабылдау күні соңғы күн. Алматы облысы... Астанада 26-сы онлайн оқу басталып кетеді екен уже. Астана ғана емес, Дәулет мырза, бұл жерде толықтай Қазақстан бойынша. Қазақстан бойынша. 19-ы, яғни дүйсенбіден бастап біз тіркелеміз Атамекен сайтында, ал 26-сы күні толықтай Қазақстан бойынша оқыту курсы басталады. Осы оқыту курсына ілігіп алу керек. 21 күн оқисыз, бірақ 10 күнде оқып, 10-11 күнде оқып бітіруге болады. Енді Шымкент қаласы, құжаттар қабылдау уақыты 5 миллион гранты дүйсенбі күні соңғы күн. Алматы облысы құжаттар қабылданып кетті. Енді жобалар қорғауға дайындалып жатырмыз. Мамыр айында Алматы қаласы 11-нен басталады деп хабарландыру берді. Нұрсұлтан қаласы мамыр айы деп айтып отыр. Сосын бұнда ең жақын басталатын Семей, Өскемен, Шығыс Қазақстан облысы. Ақтөбе қаласы да мамыр деп айтып отыр. Енді көп гранттар осы мамыр айында басталайын деп тұр. Бірақ Шымкентті енді өтіп кетті деп жүрмеңіздер, Алматы облысы екеуіне. Екінші рет құжаттар қабылдау міндетті түрде болады. Осы жаздың аяғы немесе күзде міндетті түрде екінші рет қабылдайды. Алматы қаласындағы грантқа да, мысалы бұл жерде енді 5 миллион грант деп айтып кеттім, енді қысқаша осы грантқа кімдер қатыса алады айта кетейінші. Бұл 500 мыңда жас шектеу бар да, 18 жастан зейнетақы жасқа дейін. Яғни зейнет жасына дейін. Зейнет жасқа дейін. Егер сіз зейнеткер болсаңыз қатыса алмайсыз, студент болсаңыз қатыса алмайсыз. Сосын 1 жасқа дейінгі бала күтіміне қатысты жөргекақы алатын болсаңыз, онда қатыса алмайсыз. Ал бұл кісілер қайда қатысады онда, егер кәсібіңіз, мысалы, жұмысыңыз, арнайы жұмысыңыз болса, егер де кәсібіңіз, ипіңіз 1 жылдан асып кетсе, тоғыңыз болса, 21 жастан жоғары болсаңыздар, толықтай 5 миллионға қатыса бересіздер. 21 жасқа толды жоғары. Былтыр 93 жастағы апамыз да қатысты. Апамыз қатысып, жеңіп шықты. 93 жастағы, Алматы облысында көрдік ондай кісіні. Жап-жақсы жобамен келіп, баласы емес, өзі кіріп қорғап шықты. Берілді ма ол кісіге грант? Берілді. Қараңыздаршы, құрметті оқырмандар, көбіміз бір нәрсе бастауға дәтіміз бармай жатады. Көп жағдайда қадам баса алмай жатамыз. Ой, менің жасым кеп қалды. Мен 40-қа келдім, 50-ге келдім. 93-тегі апамыз Алматы облысында кәсіп бастап жатыр. Өзінің жобасын қорғап, грант алды 93-тегі апа. 93-тегі ападан қай жеріңіз кем, сіздің мына жерде 2000-ға жуық оқырман отыр. Сондықтан сіз де қатысыңыздар бұндай жобаға, кәсіп бастаңыздар. Мен қаншама оқырман жазып отыр. Былтыр сізді оқып, сізді көргеннен кейін, міне, сіздердің тікелей эфирлеріңізден кейін мен әрекет еттім. Істедім, бардым, ана жердің есігін қақтым, мынаның есігін жаптым, сөйтіп бизнес бастадым деп қаншама оқырманым кәсібін бастап отыр. Және бір оқырман жазды, гиссар қойын бағам деп 5 миллион теңге алыпты өкіметтен, міне, қайтарымсыз. Ол біздің, жаңағы Айман деген оқырман бізде келіп, өзінің жолдасына да, өзіне де жоба жаздырған. Сол жолдасы 5 миллион ұтып, 80 гиссар қойын ұтып алды. Аягөзде бағып жатыр ол кісі. Аягөзде бақты, бірақ гиссарды Түркістан облысынан сатып алды. Ол кісінің отзывы менің парақшамда бар. Сол кісі жаңағы, енді ол кісі Аягөзден болды ғой. Ол жерде енді отзыв, видео вызывқа айтып жатыр да, енді рахметін айтып жатыр ғой. Сол рахметін айтып жатқан кезде Түркістан облысының бір өңірді дұрыс айтпай қалыпты.
сонда барлығы өтірік айтсаң да дұрыс айтсаң жаңағыдай астына комментарий жазып жатыр. Өйткені көбісі түсінбей қалғанда Түркістан облысынан барып сатып алып 80 басты қазір Аягөзде көбейтіп жатыр. Өте керемет жобамен қорғап шықты. Жалпы мен Шығыс Қазақстан облысындағы комиссияға көңілім толады. Өте жақсы, сауатты жазылған, дайындық деңгейі жоғары оқырмандардың барлығы ұтып шықты. Өте көп жобалар ұтты сіздерден. Сіздің оқырмандарыңыз. Жалпы менде ұтқанның бәрін қарап отырсам, барлығы сіздің оқырмандар екен. Менің оқырман жолы жеңіл, соны кейде білемін. Жоқ, оларды әдемілеп. Дәулет, сіздің аузыңыз дуалы ғой. Маған жазып жіберіңізші, маған айтып жіберсін. Уақытым болса бүйтіп сәттілік деп жазып жіберетінім бар да, енді соған мәз болып, енді әрине бұл қалай адамның өзінің бір ішкі ойы, ішкі талпыныстан болатын нәрсе ғой. Сондықтан өте қуаныштымын. Қаншама оқырманым кәсіп бастап, бизнеске бағыт деген менде кітаптарым бар ғой, енді сол әрекетке берекет деп жүрген оқырмандар тоже қаншамасы кәсіп бастап, сол кәсібін өрбітіп, мынау сол бизнес жобаға қатысып, тегін гранттар алып, мына жерде мысалға 583 мыңның грантында, ол жерде особо инновация керек те емес, Назым, иә? Жоқ, ешқандай инновация керек емес. Иә, мынау бизнеске бағыт кітабы тегінде тұр, PDF форматта алыңыз да, міне, ателье ашу, фотостудия ашу, дәл осылардың барлығы мен кезінде, осы қазақтың қолынан келеді-ау, істеуге болады-ау, жасасыншы, істесінші деп, міне, массаж бизнеске қанша ақша керек примерно, Назым, айтыңызшы. Былай бизнестерді талқылайықшы, өйткені мен жаңа комментарийдан көрдіңіз ғой. Комментарийда жазған, білмеймін енді, 85% оқырманым ақша жоқ деп жазған да, ақша жоқ деп жазған. Мысалға, сіз маман ретінде, Назым, бір нені талқылайықшы, бір нені, мен фотостудия ашу дедім. Фотостудия ашуға примерно қанша шығын керек? То есть қанша капитал, қанша қаржымен бастауға болады осы фотостудияны? Фотостудия, егер бірнеше, оның ішінде неше түрі бар ғой? Егер бірнеше залы, өзіңіз маман ретінде бағасын беріп айта беріңіз. Лампасы арқылы қандай көлемде ашасыз, соған байланысты. Бірақ ең кемінде сізде 200-300 мың теңге болса, фотостудияны аша беруге болады, егер өзіңіздің фотоаппараттарыңыз дайын болып тұрса. Ал егер жаңағы лампасы бар, несі бар, жаңағы өзінің профессиональный лампаларымен, көбінде енді фотостудияны қалай, жаңа фотоаппаратты алмайды ол кісілер, тек қана лампаны алады, локация жасайды, болды, бітті. Фотостудияға сағатына, мысалы, біз Инстаграм жүргізетінің барлығы сол фотостудияны аралаймыз да жүреміз ғой, сол жерде. Сағатына кемінде 10 мың теңге беріп жатамыз. Күніне бір 5 сағат өткізіңіз, уже 50 мың теңгеңіз күніне қалтаңызда. А оны бастауға 300 мың теңгеңізде жетіп жатыр. Ары кетсе. Өйткені лампалар өте арзан. Мына жерде міне шаштараз. Шаштараз деген, былай қарасаңыз, бұл жерге, егерде сіз шаш қиятын бір маман болсаңыз, қалай айтсам екен, тіпті сізге ақша да керек емес. Сіз әзірге өзіңіз клиент жинау үшін не істейсіз? Біреуге барасыз да, біреудің зданиясы бар, например, салон красотыға келсесіз, 50-де 50, немесе 60-та 40. Сөйтесіз де сол жерде қаншама адамның шашын алып, даже бұл кәсіпті, егер сіз шаш алуға деген екеміңіз болса, тегін бастап кетуге болады. Қоян өсіру, қоян деген ең көп, тез көбейетін жануар да, былайша айтқан кезде. Көбейеді, онсен бұл жерде дәлелденді ғой. Қоянның еті ешқандай холестерин жоқ, диабетиктерге өте пайдалы ет. Бұл қоянға отқан оқырманымыз бар біздің? Қоян жаңағы бизнесіне. Міне Назым көрдіңіздер ма? Өте керемет. Назым Алиеваның парақшасына тіркеліп алыңыздар. Өте пайдалы ақпараттар айтады бизнеске қатысты. Тоқыма өнеркәсібін жазғам. Тоқыма өнеркәсібі жеп аласыз, тоқисыз болды, оны Инстаграмда да сата бересіз. Оған арнайы магазин керек те емес сізге. Қараңызшы, қазір барлығы онлайн болып. Тоқыма мен қараңызшы. Негізі мен кеше ғана бәрі маған консультацияға жазылады да, Назым 5 миллионға қандай идеямен қатысайын дейді. Негізі бәрі айтады, идея көп, ақша жоқ деп айтады. Ал кеттік, міне ақша берем саған десе, бәрі идеяға келгенге жаңағы тоқтап қалады да. Осы жерде мен идеясы жаңағы шикі болып қалып жатады. Сол кезде мен айтамын да, міне ашыңыз. Кеше ғана келген бір кісі айтып едім, қараңызшы, мына Дәулеттеннің бизнеске бағыт деген кітабын ашыңыз, ішінде идеяның барлығы тұр. Соның ішінде толып тұрған бизнес идея, одан бөлек. Сосын грант ұтқандарға да ұрысқан едім. Осы грант ұтқандар соның ішінде маған келетті, жаңа грант ұтып алады, ал енді ары қарай не істеймін дейді. Не істеймнің бәрі сол сіздің кітабыңызда барлығы жазылған ғой. Қалай төлейді, есіпі бәрі жазылған. Сыйлық бокстары. Менің Азат кәсіпкер деген оқырманым
16 емес 15 па 14 жастағы жігіт өз анасын өзі асырап отыр. Мына сыйлық бокстарын сату арқылы, Назым, сіздің бизнеске бағыт кітабыңыз алып, сыйлық бокстарын қазір айына 500 мың 400 мың теңге табады 14-15 жастағы бала. Сыйлық бокстары тура сол Өте сияқты керемет кәсіп ол. сыйлық бокстар ретінде семейден бір оқырманым бар. Мынау діни заттарды сатады, жай намаз, мынау таспихтарды жазуымен, атымен. Ол да 400-500 мың теңге. Жастар 15-16 жастағы ғана балалар. Соны айтамын, табысты қайдан тауырсың, қайдан үйрендім десе, Назым айтады, бизнеске бағыт кітабы. Сізді оқыдым, сіздердің тікелей эфирлеріңізді көрдім, мотивация алдым, бастадым, болды. Басқа ештеңе керек емес. Иә, көбісі былтыр онлайн сабақ беру бар ғой. Пайдасы шынында айтайын. Ең табысты нәрсе қазіргі кезде. Онлайн сабақ беру, мен мынау аяқ киімді де аштық, Пончик кафесінде аштық. Онлайн сабақ берудің пайдасы Пончик кафесімен де, анау аяқ киімнің несінен де 100 есе пайдалы. Міне онлайн сабақтың табысы. Тек қана соткамен ғана жұмыс істейсіз, болды. Айта беріңіз, Назым, мен мына жерде тағы да. Сосын мынау күшті бір бизнес жоспар бар, киіз үй жасау дегенше. Біз бар ғой, Назым, осы наурыз кезінде киіз үй таппай қаламыз кәдімгідей. Киіз үйдің заттарын таппай қаламыз. Дәл сол нәрсені бір анандай жиналмалы, алмалы, салмалы етіп, компактный қылдырып жасайтын болса, ол өте үлкен сұранысқа ие болатын болады. Кейде мынау, енді әрине пандемия, коронавирус болып кішкене көп нелерге, қойылымдарға, сахналық жиындарға запрет қойылған, бірақ кейін мысалға бізде Әл-Фараби бабамыздың атаулы датасы, Абайдың 175 жылдығы мысалға табиғат аясында өткен кезде бәленбай мың киіз үй тігіледі ол кезде. Сол кезде не болады? Киіз үй сататын кім еді? Мырқымбай ма еді? Бәтима еді деп солай болды. Қуырылған попкорн, мынандай ғана бітпей попкорннан патыр-пұтыр етіп попкорн шыға береді. Міне, қараңыздаршы, міне. Ыстық қана ауа керек қой оған, ыстық қана керек, өзі атылып жаңағыдай попкорн шыға береді. Еще ол кукуруздың жағы несінен қазір біз осы жақында бір жай ғана мен тыңдап жүріп бір оқырманым жобасын қазір бастап жатыр. Кәдімгі кукурузный палочка бар ғой, біз балаларға алып беретін. Соның ішіне азот құю арқылы жаңағы дыхание дракона деп шығарып қойыпты, жаңағы кукурузды жеген кезде аузынан азот шығады, от сияқты. Сондай да жобаларды инновациялық жасап жатыр. Just Project деген жоба болған, қайтарымсыз ол жерде миллион беретін, және де 60 стипендия. Сол кезде ол Just Project-те мен қатысып, мен жеңімпаз болғам. Сол кезде сол Just Project-те бір қыз жүретін. Соны мен айтам ғой, сенің жобан не десем, ол бар кәдімгі шөппен, в общем, шөп сатады. Шөп болғанда қалай мынау? Микрозелень. Шөп шалан, зелень сатады ғой, укроп, рукола сатады. Сосын мен ол қызды әбден анандай менен шыны керек әзілге өте жақынмын да. Сосын мен айтам, сенің шөбің қашан өседі деп. Мен оған прикол ұстайтын. Сөйтсем білесіздер ме, мына рукола деген нәрсені кафе, ресторан деген кәдімгідей бәленбай мың теңгеге сатып алады. Бізде қазір мынау кафенің шет жағасын бастап жатырмын ғой. Бүйтіп қараймын, ең көп ақшалардың бірі жарайды етке кетеді, одан кейін шөп шаланға кетеді. Оның алдында мен сол қыздың пайдасыз бар деген кезде Охана дедім де, мынау аз-көк жаңағы ақ желкен, петрушка, рукола сату бизнесі. Бұл да өте күшті бизнес, негіз түптеп қарайтын болсаңыз, ресторанный бизнеске қарай өтетін болсын. Соны да салған міне бизнеске бағыт кітабында. Жалпы бизнестерді талқылау тікелей эфирі болып жатыр бізде, құрметті оқырмандар. Бізде қараңызшы, бұл жерде мына 5 миллионға қатысатындар енді көбінде мына сұрап жатады ғой, бәрі мына не деген батпан құйрық деп көп сұрап жатады. Қазір жаңадан естігендердің бәрі таңғалады, мемлекет 42.500 теңге бермеген 5 миллион қайдан берсін деп. Осы жерде де мысалы мен айтам да, жергілікті өзіміздің Қазақстандағы экономика көтеру мақсатында беріп жатыр. Кәсіптің түр-түрін қарайды. Маған ер адамдар келсе, қандай кәсіпті айтады? Хит 2 бизнес бар. Білесіз бе қандай? Қандай? Мен самомойка ашам. Автомойка. Өзін-өзі жуатын самомойка ашам или кірпіш шығарам. Басқа вариант қарастырмайды. Енді қараңыз, осы жерде бір пайдалы ақпарат бере кетейін. Самомойка өте жақсы, егер сіздің өңірде климатыңыз жылы болса. Мысалы, біз 12 сәуір күні біз Семейде кездесу өткіздік оқырмандармен, кішігірім жиын жасадық. Сол жерде жаңағы оқырмандарға айтып жатырмын ғой, осы өңірде самомойка дегенді ашпай қойыңыздаршы деп. Сіздерде 8 ай қыс болады, бар жоғы қысқа ғана ай, енді ол жерде енді климатқа қарау керек. Сосын қаншалықты сіздің өңірде машина жеткілікті.
иә. Енді кірпішке келсек, кірпішті өндіру өте жақсы. Қазір хит болып жатқан пенополистирол бетон кірпіші сұранысқа ие. Осы үй салатындардан сұраңызшы, осы пенополистирол бетон өте қолжетімді қазір кірпіштердің бірі, бірақ оны сатып алу үшін білесіз ба, 2 ай күтіп отырасыз заказыңызды. Сұранысқа өте жоғары. Бірақ бұл жерде енді бір ғана осы бағытты қарамай, одан бөлек, мысалы қараңызшы, мен мынандай бизнесті көп айтып жатам, кәдімгі щебенка бар ғой, осы ер адамдарға айтам, щебенканы боялған щебенканың бағасы мен кәдімгі боялмаған щебенканың бағасы жер мен көктей. Оны кәдімгі бетономешалкаға құяды да, соны бояйды, сатады. Оны қаяқта қолданады деп сұрайсыздар қазір. Бұны жаңағы есік алдында арам шөп өспеш үшін декоративно деп қолданады, бірақ жаңағы артық шөп өспеш үшін өте тиімді. Қаланың әсерлеуіне де жаңағы не дейді ғой, украшение города деп жаңағы озеленение дегенде осы жерде декорацияға қатты қолданады. Осы жерде бағасы жер мен көктей, құрал жабдық өте жаңағы арзан тұратын нәрсе. Кәдімгі кішірек қана бетономешалка. Клининг. Бір оқырманым бар, Дәулет, пандемия кезінде ақшадан қатты қысылдым дейді. Сенің мына кітабын сатып алып, бәрін бизнестерді оқып өзіме, былай қарасаң, менің дипломым жоқ дейді, сөзін ашық, енді шынын айтып отыр ғой, маған жазып та хатын. Сөйтеді, мына бизнестерге ананы ойладым, жаңа фотостудия қолымнан келмейді, мына жерде көп нәрсе қолымнан келмейді деп отырдым дейді. Сосын мен бір күн таңда ояндым да, все, не болса да мен мына жердегі әйтеуір бір бизнесті бастауым керек. Өзі 30-ақ бизнес жоспар бар бұның ішінде да, мысалға. Сөйтеді, мен біреуін бастауым керек деп, ар ойланып, бер ойланып, өзіне жақын клининг ашқан ғой. Клининг. Бұл Нұр-Сұлтанда, яғни Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларында халық көп жерде клининг өте сұранысқа ие. Сонда мен айтамын да, сіз қалай неден бастадыңыз десем, кәдімгі порошок, тряпка болды, үйде тұрған дүниемен OLX-ке объявление қояды. Намыстың барлығын тастадым дейді, себебі маған жұмыс керек болды. Пандемияға байланысты бұрынғы жұмысы қысқарып қалған, үйде отырып қалған, 42.500-ді өкімет бір рет берді, бір рет берген жоқ. Сосын мен аштан өлемін ба деді де. Клиник кәдімгідей қолында перчатка, вообще можно сказать, бизнес с нуля бастаған әйелді, соны маған айтады өткенде. Дәулет, білесіз бе, Астанада жалқау әйелдер өте көп екен дейді. Иә, көп. Астанада жалқау әйелдер көп екен дейді. Мен қаншама үлгермей қалам дейді. Қазір мен өзім қасыма көмекші дейді оғандай, командамен жұмыс дейді, бір 5 адам, 6 адам деген сияқты. Яғни өзі былтыр пандемия кезінде клинингті бастап, бір жылдан кейін, бір жыл емес, мен өтір айтамын, 8 айдан кейін уже өзіне жұмыс алып, соларға айлық бере бастады. Соны айтады, мен бүкіл намысын барлығын қойып тастап, үй тазалауға бардым дейді кәдімгі. Өкінген жоқ, клининг, міне тұр клининг. Мен қай жылдары осыны жаңадан, жалпы осы кәсіпкершілікті бастап жатқан кезде, ең бірінші менің бастап көрген осы кәсібім клининг болған, шынымды айтсам. Оны көп айта бермеймін. Кішкентай ғана кәдімгі листовкалар бар ғой, мен осындай жаңағы уборка жасайтын клининговый компания, осындай жаңағы квадратный метрна емес, кәдімгі комнаталарына ғана кішігірім жаңағы ақша белгіледім да. Үлкен коттеджный городок бар. Ең қиыны бұл жерде коттедж, үлкен үйлерді тазалау. Сол цел коттеджный городокқа 150 брошюрка таратып шықтым. Бітті менде. Ближайшына 3 айға менде телефонға тыным болған жоқ. Бұл жерде енді сіз айтасыз, жалқау келіншектерде, енді бұл жерде жалқаулық емес ау, өйткені бұл жерде әйел адамдар көбінде қазір қызметтеміз. Ол өтірік айтпаймын, менде өзі кішігірім ғана квартирамның өзінде мен клинингмен қолданам. Өйткені мен былайда өзімнің демалатын бір-ақ күнім бар аптасына. Сол бір аптаның ішінде мен 1 сағатымды соған қиғым келмейді. Мысалы, мен сол клиникқа төлеген қаражатымды мен 1 сағатта тауып алам одан да. Деп көбінде, мысалы, қызметте жүрген әйелдерге бұл өте сұранысқа ие. Одан да мен бала-шағыма жаңа көңілімді бөлем. Мен оны қазір бәрі марафон қатысады, курсқа қатысады, бәрі дамиды. Мен өзіме кеткен уақытымда демалған дұрыс, энергия жинаған дейсіз ғой. Иә, негізі, одан да демалам, отбасыма көңілімді бөлем. Ол жаңа ойыққа төлейтін 10-15 мың теңгемді 1 сағатта тауып алам деп осы клиникпен мен де қолданып жатам. Бірақ сол бизнесімді мен кейін кішкене өсіре келе
бар жоғы сол 100 мыңда шыққан, өтірік айтпаймын, 100 мыңда шыққан жоқ. Сол жерде біраз заттар алып, мен қыздарды ұйымдастырып бастадым. Клиентский базасымен 1,5 жылдан кейін мен оны 6 миллионға сатып жібердім. База жоқ. Өте жақсы дейсің. Бизнесмен адам, негізі бизнесмен, былайша айтқанда бар нәрсені ұқсатып, сол бар нәрсені үстінен қосып, былайша айтқанда пайдаға кеңелетін адам ғой негізінде. Түптеп қараса. Кәсіп жасайын деген адамға преграда жоқ. Бизнеске бағыт кітабы сатылымда жоқ, 20 мың тиражбен шыққан, барлық өтіп кетті. Мына жерде мен өзіме сарымайдай сақтайтын бір 30 ғана бизнеске бағыт кітабым қалған. Оны мен өте ең жақын адамдарыма, шынымды айтайын, сұраған кезде, үйге қонаққа келген кезде мен сұраса ғана берем. Ал қалғаны барлығы сатылып кеткен. Сондықтан сатылымда жоқ, сразу айтайын. Және де тағы да бір айтарым, PDF форматын тегін жүктей аласыздар. Менің Telegram каналыма кірсеңіздер, PDF-ті тегін тұр. Соны кейбір бизнесмендер дейінші, мен бизнесмен деп ат қойғам, солар тегін мен PDF-та тұрған дүниені OLX-ке салады ғой. Дәулеттің бизнеске бағыт PDF форматы. Маған да біреу жіберді рассылкаға. Иә, 500 теңге, 1000 теңге, 1200 теңгеден. Менде тегін тұр, міне, оқыңыздар. Мынау қолөнер, Назым, handmade. Өткенде мен Астанадан Алматыға ұшып, аэропортта болғанымда, көп балалы ана алдымнан атып шықты. 5 баласы ма, 6 баласы бар. Өйтір, мен айтам да, сіз кәдімгі бір ансамбль екенсіз деп оған тоже әзілдеп жатырмын да, балаларым көп. Бір оркестр болып бара жатырсыз ғой деп ше. Енді үйреніп қалдық, солай деп қояды да. Көп балалы ана. Сосын айтады да, Дәулет, менің қызым кәсіп бастап жатыр. Міне, мен айтам да, ой, молодец, ана қызға. Оған енді кәсіп бастауына не себеп болды десем, сіздің бизнеске бағыт кітабыңыз деп 14 жастағы қыз лифттің қасында солай сөйтіп нетіп тұрды кәдімгідей. Қуанып кеттім. Соны мен айтам да, ол бизнеске бағыт, қандай бизнес, не істейсің десем, мен handmade, үйде моншақ жасап сата бастадым дейді. Мынандай әшекей болады ғой, қолмен бүйтіп бір нәрселерді тоқып. Сондай нәрселер. 14 жастағы қыз міне табу жолына көшті. А оған не себеп болды десем, бизнес кітап, міне қарапайым, не сіздің кітабыңыз деген мәт, ана кейде болады ғой, бір қуаныштан төбен бүйтіп, қуаныштан басын төбеге бір ел жетпей тұратындай ше. Иә, өте керемет. Ол кішкентай ғана жаңағы, біз өзіміз былай айтсақ болады, әйтеуір бір нәрсе істеп жатырмыз, ал қаншалықты маңызды істеп жатқанымызды кейде өзіміз де білмей қалып жатамыз ғой. Дәл осы маңызды істердің бірі ғой сол кітабыңыз. Бұл жерде енді осы, мен айтам да, ешқандай сылтау жоқ, ақша жоқ деген нәрсе бүгінгі таңда, мен айтам, енді Қазақстаннан ешкім артық бұндай көмек беріп жатқан жоқ. Биыл біз міне 150 миллион қайтарымсыз грантқа да қатысып жатырмыз. Негізі мен ол 800 миллион қайтарымсыз грантпен нәтиже көрсетіп тастаған едім. Нарықтан біз бірінші жыл емеспіз, стоматологиялық орталық бойынша, Алматы лифт бойынша біз ол толықтай мен нәтиже көрсетіп тастаған жобалардың бірі ол. Биыл да осы 150 миллион гранттың бойынша сіздің оқырмандарыңызбен тағы да осы грантқа қатысып жатырмыз. Ол нәтижемен де сізді әлі талай қуантамыз деген ойдамыз. Осы бойынша жалпы бізде былтыр дорпер қойы бар. 950 мың теңге тұратын. Сол қойға да Алматы облысынан ұтып алған оқырманыңыз бар. Бір қойдың құны 950 мың. Сіздің оқырманыңыз. 950 мың теңге бір қой тұрады. Бірақ бұл жерде енді қойды 950 мың теңге сатып алып, оны семіртіп сату деген мақсатта емес. Бұл жерде генофондты көтеру, асыл тұқым малды көбейту. Мысалы, 950 мыңға асылдандыру, 950 мыңға қой алып, сонда жынсың ба деп жаңа комиссиялар ұрсып жатыр ғой. Енді ойлаңыз, 950 мыңға алған қойдың қозысында сіз 900 теңгеге сатпайсыз. Сізде сондай 900 мың теңге сатасыз. Негізі Нұрсұлтан қаласында да, Ақмола облысында осы дорпердің, қойдың, кросс дорпер дегені бар, таза дорпер сататын кәсіпкерлер де бар. Осындай да жаңағы қойға ұтқандар бар, құсқа да ұтқандар бар. Жаңағы көбінде мына бізде өндіріс қайта өңдеу дегенге көп ұтқандарымыз, нәтиже көрсеткеніміз бар. Стабилизированный розы деген бизнес бар қазір. Жаңағы біз күнделікті сыйлайтын розаларымыз 5 жылға дейін тұрады. Кәдімгі букет роза, оны глицеринмен обработка жасау арқылы. Да? Сол кәсіпке де грант ұтты. Ол да сіздің оқырманыңыз, сіздің парақшаңыздан көріп қалып келген екен. Салтанат деген қызымыз, ол қызда ұтып алды Алматы облысынан.
Назым, Сондықтан сіз сонда келген екен дейтін офисте отырасыз ғой, иә, Алматыда. Қай жерде? Сіз Алматыдан табады ғой, оқырмандарым баратын болса. Атакентте отырамын, Әлде сізді тек Атакентте отырғандықтан сіз тауып ұстап алдық қой. ол жерде сіздің офисіңіз болды ма? Мен далада кездескеннен кейін мен мына жақта жоқ. аха. Біздің офисіміз осы Атакентте, бірақ онлайн түрде Қазақстан бойынша түгел бүткіл Қазақстанмен жұмыс істеп отырмыз онлайнмен. Сосын мына жерде алып сату дегенмен көп айналысады сіздің оқырмандарыңыз. Осы оқырмандарға мен бір жақсы жаңалығымен бөлісе кетсем, рұқсат етсеңіз, бұл жерде бүгінгі таңда жалпы кәсіпкерлікке залогсыз, бизнес-плансыз алатын кәсіп бар ма деп сұрап жатады ғой. Бүгінгі таңда 6%бен 5 миллионға дейін. Егерде сізде товарға, жалақы төлеуге, аренда төлеуге қаражатыңыз жетпей жатса, сол несиені екінші деңгейдегі банктен ешқандай залогсыз, ешқандай бизнес-плансыз-ақ бір-ақ күнде рәсімдейтін 6%-дық несие бар. Сол мүмкіншіліктің бар екенін біле жүрсеңіздер. Ол жерде бір жыл жұмыс істеп тұрған ИП болу керек, тек қана ИП туалар аламайды. Шәміл алды ғой, Назым, айтты ма? Алды, иә. Айтты, 6%-бен бұл кісі алды. Менің көмекшім Шәмілді білесіздер, иә, өте бизнеске икемі бар бала, 6%-пен міне ауылына, өзінің үйіне қой алды. Кәдімгі қойды көбейтпекші. Молодец, Шәміл. Иә, ол кісі алды. Біз біраз бағыт-бағдары бергенбіз. Одан бөлек Назымнан консультация алдым деді. Сөйтіп, ол 6%-тік несие. Қараңыздар, бізде, мен экономист ретінде айтатын болсам, біздегі инфляцияның өзі 7,3% екен. Инфляция 7%-тен асып тұр. Ал өкіметтің беретін 6% кредит. Былай қарасаңыз, өкімет минусқа кетіп жатыр. Сіз бір нәрсе істесінші, мына Мырқымбай мен Бәтима бос отырмасыншы, Мырқымбай мен Бәтима көтерсінші деген ниетпен өкімет сондай 6%-пен кредитін беріп жатыр. Оны мен алған, мен өзімнің күні түні былайша айтқан кезде қасында жүретін көмекшілерімнің бірі Шәмілді өте жақсы білесіздер, иә, менің оқырмандарым жақсы біледі. Шәміл алып отыр, ауылындағы ата-анасына қойын бәрін алып беріп, қой бағып отыр міне. Қараңызшы, қандай мүмкіндік. Өте тиімді кәсіптердің бірі. Переплатасы өте төмен. Мысалы, жаңағы 3,5 миллионды алып жатыр ғой, соны есептесек, 500 мыңға да жетпейді, 5 жылға алғанның өзінде. Переплатасы өте төмен. Сбербанкпен алды Шәміл. Сбербанк, Центр кредит, сосын Народный банк жақсы беріп жатыр оны. Бірақ осы 1-2 аптада кішкене күте тұруға тура келеді, өйткені 1-2 аптада күте тұрсаңыз, мына дамумен екінші деңгейдегі банк келісім шарттан жаңартып жатыр. Қалай жаңартып бітеді? Осы рәсімдеу қайта ашылады. Бұл жерде декларацияңызда тек қана табыс көрсету керексіз. Осы жерде бір момент айта кетейін, 20-шы, 21-шы, 22-шы жылдары жалпы ИП-ның кірісіне салықты алып тастады. Яғни, жаңағы айтамыз ғой, налог на прибыль деп жатамыз. Соны алып тастады. Сондықтан табысты көрсетуден қашпаңыздар. Жарты жылдық табысыңызды көрсеттіңіз ба, осындай мүмкіншілігіңіз ашылады. Бірақ күнде осы 6%-дық 5 миллионға дейінгі рәсімдейтін, залогсыз рәсімдейтін несие өте қолжетімді. Одан бөлек Центр кредитта, мысалы, бір программамыз бар, 20 миллионға дейін 15%-ын егер депозитке салатын болсаңыздар, 20 миллионға дейін 10,6%-бен рәсімдеуге болады. Ол жерде стартап проектлерге де беріп жатыр. Ол сосын жұмыссыз болсаңыздар, сосын жұмыссыз ИП-іңіз бар болса, онда ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры қалалық жобаларға да, ауылдық жобаларға да жеңілдетілген несие беріп жатыр. Табыс көзін растамайсыз ол жерде. Бүгін ИП ашып, ертең алсаңыз да, бірақ ол жерде өзінің арнайы шарттары бар. Қандай кәсіп ашам десеңіз, табыс көзін растамай-ақ алатын осы өте қолжетімді несиені қолдансаңыздар болады. Переплатасы өте төмен. Мына жерде Айзат My Life деген логинді прикреплять етіп қойдым. Айзат есімді менің оқырманым Алматыда осы өзі 5 рет Назым химиотерапия алған ғой. Менің кітабымды оқығанды міне жазып жатыр да. Одан бөлек сабақтарыма қатысқан, одан бөлек жуырда 2 бөлмелі үй алып отыр Алматы қаласынан. Сейфуллин көшесіндегі ЖК Теренки бар ғой. Келесі осы жылдың аяғында, по-моему, салынып бітеді, қателеспесем. 5 рет химия алған әйел. Сонда айтады да, сіздің тікелей эфиріңізді көріп, Айнұрдың сабақтарына қатысып дейді, мысалға, өмірге деген құштарлық артып. Қазір бұрын шашы да болмаған. Айзаттың қазір кәдімгідей шашы өсіп жатыр. Айзат, сізбен былай ойбай 5 рет деп қоям, 8 рет алған міне.
Айзат, мүмкіндік болса, мынау адамның жаңағы көп мына жерде кейбір адамдар негатив жазады да, ойбай, ол келмейді, оған таныс керек деп. Біз шыны керек пендеміз, біз қазақ болғаннан кейін, анау Шәмілді айтты маған, 6%-тік несие деп жатқан. Мен биттім ғой Шәміл. Қойшы, оған да бір таныс керек шығар дедім. Жоқ, ол бүйтем, ол өстім, мынаны бүйтем, менің ипыма бірдеңе болды, мына ипының айтып, бірнәрсе айтып жатыр, жарайды енді көрші деп батамды бергендей болдым. Сөйтсем, өткенде звондайды, Дәулет аға, мен 6%-пен кредит алдым. Қойшы, ойбай, айтып берші сонда деп, мен болмаймын ғой оған. Сондықтан міне мен өзім көз алдымда жүрген адам алғаннан кейін мен сіздерге айтам. Ал егер де шынымен ала алмай қалсам, мен Айзат, міне менің сөзім өтірік болмасыншы. Қайырлы кеш, қалайсыз, амансыз ба? Айзат, сізді мен 5 рет химия алды десем, 8 рет алған екенсіз, солай ма? Иә, 8 химиотерапия алдым. Лучевой терапия 1 ай алдым. 2 омырауымда 2 операция болған менде. Қазіргі жағдайыңыз қалай? 9 айдың ішінде мен иммунитетімді көтере отыра, жаңағы дерлік емім бәрі бітті. Мен қазір жұмыста жүрмін. Мен медсестрамын өзім. Шаш өсіп жатыр, қас өсіп жатыр. Иә. Апа-дема. Үй алдық, 2 бөлмелі үй алдық, солай ма? Иә. Әлі алған жоқпын, бірақ қолыма документ салынып жатқан үй ғой ол жердің. ФГЖС болғандықтан сіз алып отырсыз ол үйді. Өте күшті, керемет. 13 миллионға беріп отыр. Мен қазір ғана сіздің сабағыңызға кіріп жатқан, міне, толығымен тағы да танысып, ол үйді алсам, тағы да өзі бизнес жолында жүрмін қазіргі таңда. 5-6 жылдың ішінде тезірек төлеп тастап, оны сатып, қайтадан үй алып, кәсіп бастаңыз. Қарағанды қаласында. Міне Назымға тіркеліп алыңыздар. Назымның посттарын оқыңыздар. Кәдімгідей мен үнемі айтамын, ол қазақ не дәлгі бірін-бірі жетелеу керек. Шыны керек, кейбіреулер болады, сол қазағым деген сөзді бір артығымен астарлап пайдаланып жіберетіндер бар. Ойбай, әр қазағым жалғызым дейсің, онда маған неге бүйтпейсің, маған неге сөйтпейсің дейді. Әй, айналайын, өзің көтерінді көтерді істе, өзің әрекет ет, деп отыра бермей. Біз тек қана сізге бағдар береміз. Міне, мына жолмен жүрме, мына жолмен жүр. Мына жолға жүрсен, сен там жоғары процентке ұрынасың. Мына жолмен жүрсен, бизнесің банкрот болады деп, например, Назым айтады, я? Ал мына жолмен жүрсен, сенің бизнесін өркендейді, мына жолмен жүрсен, опың өседі деген сияқты біз бағдар ғана береміз. Сондықтан да әрбір посттарды оқып жүріңіздер деп айтқым келеді. Айзат, солай ма? Айзат, сіз егер медицина саласында болсаңыз, мысалы біз Қарағанды қаласында Наурыз деген сіздің оқырманыңыз, тағы да айтайын, бұл жерде Наурыз бізде жаңағы процедурный кабинет жеке кәсіп ретінде ашуға 3 миллиондай ұтты. 2 миллион 800 ба сондай қаражат ұтты. Сондықтан егер сіздің сондай кәсібіңіз, жалпы істейтін ісіңіз медицина саласында болса, онда сондай бағытқа да Алматы қаласында 11 мамыр күні басталады. Сізде қатысып ұтып алыңыз. Ипотекаңызды тездетіп жаба қоясыз. Сондай медицина бағытында да. Алматыдасыз ғой. Назым, сөзіңізді беріңіз. Алматыда қалада жүрсеңіз, Атакентке барыңыз, Назыммен кездесіңіз. Міне ары қарайда міне бір кәсіптің басын бастауға себепкер болып, тағы да бір алдағы уақытта бір тікелей эфирге кірген кезде міне Айзат 8 рет химиотерапия алған Айзат ипотекасын жапты деп отырайық тікелей эфирде. Назымға барыңыз, міне Атакенттің қай жер артында ғой, сол. Атакенттен прям сол сізбен кездескен жерде бір қызыл бір этажды зданиялар тұрды. Сол жерде бірнеше кабинеттерді осы жерде жалға алып жұмыс істеп жатырмыз. Атакентке барып, Назымға жазсаңыз болады. Айзат, келістік пе? Назым, ойбай, телефон сұрап жатыр. Назым, сізде таплинк деген нәрсе бар шығар? Бар, телефон, таплинк бар, менің сайтым, курстарым, WhatsApp номеріміз, бәрі бар. Бәрі қарастырылған. Назым Али, айтпақшы мен тікелей эфирді сақтап қоям ғой, сол кезде Назым Алиеваны отметка жасайын, сол кезде тіркеле аласыздар. Солай жеңіл болады. Сосын мен сұрайын дегенім, ЖКХ-ға барып едім, Дәулет аға, маған үйдің 10% береді деп естіген едім, бірақ 5% ғана бере аламыз деді. Ол маған безвозмездный бола ма, әлде возмездный ма? Сіздің табысыңыз қанша? Менің табысым 200-ден асады. 200-ден асады, ал бала-шаға семья бар ма? Бір қызым бар, иә. Бір қызыңыз, иә. Қазір 2 минималды күнкөріс деңгейі Нұр-Сұлтан қаласы айтпақшы оны 3-те 1-ге көтеріп жатыр. Енді сізде қазір 2 болатын болса,
пока мен ескі вариант 2-мен есептейінші, адам басына 4 көбейтілген 34.302, 4-ті 34.302 теңге. 137. Сіздің табысыңыз асып тұр, ол негізі возмездный болады заң аясында. Бірақ ол бар ғой, какой-то рассрочка ғой, былайша айтқанда бөліп төлейсіз, оның қорқатын ештеңкесі жоқ. Ал енді 5%, 10% деген оның жергілікті бюджетінде ақша аз болып тұр ғой, видимо. Ал мысалға Нұрсұлтанда бюджетте ақша көбірек. Нұрсұлтан уже 1,5 миллион бергелі жатыр. Ал сіздерге 500 мың миллионды битіп бөліп жарып бермекші де. Қайтарымсыз болу керек, е? Жоқ, қайтарымды болады сіздерге. Өйткені сіздің табысыңыз асып тұр. Егер де сіздің табысыңыз 137 мыңнан аспаса, онда ол қайтарымсыз болатын еді. Жақсы, түсіндім. Назымның инстасын мен міндетті түрде отметка жасаймын. Міне Айзатты мен көрсетейін дегенмін ғой, сөзім өтірік болмасын деп. Айзат, рахмет сізге. Ауырмаңыз, шашыңыз өсіп, бір күні шашыңызды өріп отырыңыз. Міне өткенде бір Айзатпен тікелей эфирге шыққан кезде айтады, міне оқыдым, әрекет еттім, істедім дейді. Міне уже бизнес бастағысы келіп жатыр. Бизнеске деген ынтасы бар екенін білдіріп жатыр. Бұл барлық нәрсе өзімізден басталады. Ал енді ана жерге таныс керек, шанс керек, маныс керек деп отырсақ, отыра береміз. Мен келсем, қоғамның барлығы идеальный емес. 80-20, 80% адал өтсе, 20% әйтеуір біреудің танысымен, манысымен жаңағы біреуге бір бәлесін тығып, әйтеуір өтеді сондай адамдар. Сондықтан ол өмірдің заңдылығы. Ешқай жерде идеальный өмір жоқ. Иә, дәл сол Шамил сияқты мына жерде қазір прикрепление жасап қойыпсыз. Диана деген сіздің оқырманыңыз, мен де тұрақты оқырманым. Дәл Шамил сияқты 2 миллионды 6%-бен рәсімдеп алған оқырманымыз. Күшті кәсібі бар. Керемет кәсібі бар. Диана, давайте, міне сіздер осындай кәсібі бар адамдар тегін тікелей эфирді пайдаланып, балалар, кәсіптеріңізді тегін жарнамасын жасауға мүмкіндік болады міне. Так, Диана, мен сізге запрос жіберіп жатырмын. Егер мүмкіндік болса қабылдап. Иә. Назымның инстасы мына жерде жоғарыда тұр. Немесе аласыз да тікелей эфир шыдаңыз, сәл бір 10 минут шыдаңыз. Мен эфирді сақтап қоямын. Назым. Ой, Диана, сәлем. Сәлеметсіздер ма? Сонымен 6% кредит. Каспий банкке барса 40%-пен 30%-пен алады. Home кредит дегендерге баратын болса, оқырмандарым кәдімгідей 35, 50, тіпті 56%-ке дейін кредит төлейтіндер бар. Сіз қалай 6%-пен кредит алып жүрсіз? Айтып беріңіз бізге. Біріншіден, Дәулет мырза, сізге көп рахмет. Біріншіден, карантинге рахмет. Карантин арқылы сіздің прямой эфиріңізге кіріп, Назым ханым екеулеріңіз бір отырып, осы грант, несие туралы айтып отырдыңыз карантин кезінде. Сонда Назым ханым, мен сіздің тұрақты оқырманымын, Дәулет мырза. Сосын сіздің арқаңызда Назым ханым парақшасына тіркеліп алып, артынан жүгірдім. Барлық посттарын оқып, барлық прямой эфирлерін үзбей оқыдым да, биыл февраль айында Құдайға шүкір 6%-бен 2 миллионымызды алып, қазір отандық өнім шығардық. Не шығардыңыз? Кәсібіңіз айта кетіңізші. Қалай? Картоннан жасалған үйшік. Балаларға арналған, картоннан жасалған үйшік. Балаларға арналған. Диана ханым, былай болсын. Осы бір сәтті пайдалана отырып, 2 минут уақыт берем, өз кәсібіңізді жарнамалап үлгеріңіз кәне. Картоннан жасалған не дедіңіз, үйшік дедіңіз, ол не? Ол жерде ит тұра ма, бала тұра ма, мысық тұра ма деген сияқты 2 минуттың ішінде менің оқырмандарыма тез жарнамасын жасап үлгеріңіз ғанекей. Ол картоннан жасалған үйшік, раскраска. Көрген шығарсыздар, нарықта ол бар. Бірақ та біз оны айтады ғой, усовершенствовали. Ол кәдімгідей высотасы бірді 110 сантиметр, ішінде ойнауға болады. Алфавиті бар, қазақша, орысша, ағылшынша және 10-ға дейін сан. Баланы дамытатын. 1-ден 7 жасқа дейін баланы дамытатын. Тағы да қазір біз киіз үй шығарайын деп жатырмыз. Сол картоннан жасалған киіз үймен. Және парковка ұлдарға арналған. Картоннан эко, ол переработкаға барады. Қазір бұл трендте, сондықтан осындай
өнім, отандық өнім шығарғалы отырмыз. Үйшікті шығардық, кигіз бен парковкаға несие алдыңыз, процесте. енді грантқа қатысайын деп жатсыз иә, жаңағы киіз үймен? Грантқа қатысайын, кигіз бен грантқа қатысайын деп жатырмыз. Тамаша. Мына жерде Таңшолпан Төлен деген жазды. Назым ханыммен жеке кездескем, үйші декретке миллион мен шықтым Дәулет мырзаның арқасында дейді. Міне менің сабағым вообще негізі бар ғой, андай ғой, негативпен өмір сүргеннен гөрі жақсы жағын қарау керек те. Айтып отырмын, қоғам идеальный емес, Назым да идеальный емес, мен де идеальный емес десе де, өзіңіздің қалауыңызбен сол жақсы бір оймен өмір сүретін болсаңыз, көп нәрсеге жеткізуге болады, көп нәрсені алуға болады. Міне Диананы айтып отыр, мына жердегі Таңшолпан Төлен, сізге мен запрос жіберіп көрейінші. Назым, айта беріңіз. Диана, кездескенде осы жерде кездесіп қалдық қой екеуміз, иә? Ешқандай кездескен болмап едік, бірақ осы нәтиже жеткен қыздарымыздың бірі. Кәсібі өте жақсы, отандық өнім. Негізі мен үлкен қызыма осы сондай үйшікті, бірақ сізді білмегенмін, Диана. Үйшікті бір интернеттен, таргет рекламасынан көріп қалып, бір алып бергенім бар. Балалар өте жақсы ойнайды. Сыртын бояп, ішіне кіріп, ойыншықтарын кіргізіп, ойнап, өте керемет. 5 жасқа дейінгі балаларға міндетті түрде алып беру керек бұл өнімді. Ал Таңшолпан, қайырлы кеш, қайырлы түн. Таңшолпан, сағат 11:30-да. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Сәлемдерді, қалайсыз? Қай жақтансыз, Таңшолпан? Шымкент қаласынанмын. Шымкент қаласынан. Сонымен Назыммен кездесіп, не істедіңіз? Дәулеттің сабағына қатысып, қалай жақында кездескенбіз. Осы бизнес бастадым мен енді 2019 жылы. Спорт мектебі менде балаларды спортқа дайындайтын. Дзюдо, таэквондо, карате. Осы Шымкент қаласында. Керемет, Шымкент. Тұран мөлтек ауданы. Жаңадан ашылған микрорайон. Осы жақында көшіп келгенбіз. Содан бұл жақта ол қол жетімсіз ғой. Ата-аналар тасып, балаларды ары бері алып жүре алмайды. Өзім еще көп балалы анамын мен. 4 балам бар. Енді Құдай қаласа осы 5 миллионның грантына тапсырып жатырмын. Сол жөнінде өткенде Назым ханыммен кездескем, ақылдасқанмын. Есіңізде болса, Назым ханым, біраз мәліметтер бергенсіз. Құдай қаласа жобамды. Енді негізі чемпиондарды дайындайтын бір мектеп салсам деген үміттемін. Өйткені менде ұл балдар, содан бір рухты бір азаматтарды тәрбиелеп шығарсам сол мектептен деп. Құдай қаласа енді. Ал декретке шығар кезде миллионды қалай алдыңыз? Оны енді ол жеке мәселе, сізге ол рахмет алдына. 1.349.000 мен шықтым мен. 1.349.000 алдыңыз, дорада ғой. Қазір ай сайын алып отқан ақшам 104.000 теңге. Ал сабаққа қанша теңге төледіңіз? Тамақ? Сабақ, менің онлайн сабаққа қанша теңге? Сабаққа мен даже білмеймін, бір 3.000 теңгемен ба, жеңілдікпен. 3.000 теңге, міне, кейде бар ғой, адамдарға айтасың, сабаққа қатысшы, 3.000 теңге, 5.000 теңге соған ақша шығарысы келмейді де, сарандық танытады, кейін қаншама бір документтерден сол 3.000, 5.000 теңге таксимен, жаңа жолмен кетіп қалады, міне. Көрдіңіздер, сабаққа қатысты, баспанаға да қатысып, жаңағы экономия жасады. Оны мен есе туған күнмен сыйлық алғам, сіздің сабағыңызды сыйлыққа беріп маған, сол кезде. Сыйлық қалдыңыз ба еще? Сіздің сабағыңызды, Күшті. Мен де Дәулет сізге рахмет айтайыншы. Сіздің арқаңызда 5%-бен үй алдық, 2 комнаталық үй. Опы 16 болды, значит. Опы 16 болып алдыңыздар ма? Опы 16 без подтверждения дохода август айында өткен. Құрметті оқырмандар, үй алған адамдар ары қарай кәсіп бастау керексіздер. Неге? Өйткені ай сайын келетін ипотека бар, сіздерге мотивация болсын. Ол ипотеканы осы уақытқа дейін мен сабағыма қатысып, ары қарай бизнес бастау үшін Назымға қарай барасыздар, бетіп көрдіңіздер ғой. Назым, менің 1,5 минут қана уақытым қалыпты, айтарыңыз болса, қорытындыласа. Өйткені менде тура солай ровно 1 сағат қана тікелей эфирім. Білмеймін, мен қанша настройкеді басып көрдім. Кейбіреулер бар, 2 сағат, 3 сағат отыра береді, менікі ровно 1 сағаттан остается деп обратный отчет кетіп қалады менде. Наның өзі бізге күшті мотивация болды енді. Сіз чемпиондар көбейе берсін, бизнесмендер көбейе берсін.
грантқа қатысамыз десем, Диана коробкаларын көтеріп, мен көшіп жүрмін дейді. Сол кезде осы Дәулет Мырзаның сабағымен жеңілдетілген ипотека алған екенсіз ғой. Жақсы, бүгін көп ақпарат беріп сіздерге үлгермедім. Менің парақшама өтіңіздер. Жаңадан өткен оқырмандарға ертең міндетті түрде тегін ақпарат беретін боламын. Отметка жасап қоям. Назымның парақшасында өзі де тікелей эфирін өткізеді алдағы уақытта. Менің таптың сілтемемді өтсеңіздер, жаңағы телеграм каналда бизнеске бағыт, баспанаға бағыт, декретке барлығы тұр менің таплингімде. Және де Назым Алиеваның парақшасында мен белгілеп қоям, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ол жоқ деп отырсақ, біз отыра береміз. Барлық нәрсе өзімізден бастау алу керек, шыны керек. 24 сағатты тиімді пайдалануымыз керек. Міне, дәл соның жарқын мысалы Қазақстанның былайша айтқанда көп балалы аналары, әйелдері отыр, жан-жақтан бизнес бастап отыр, үйінде алып отыр. Сондықтан да барлық нәрсе өзімізден басталады. Жақсы, құрметті оқырмандар, 4 секунд уақытым қалыпты. Назым, қайырлы түн бәріңізге.